to'ylatib, ulusning qo'li kuni keldi ag'ayin. To'y qutlu bo'lsin, mo'l bo'lsin. Navruz merекesine arналған 10 күндік мерекелік іс-шарасы аясында ұйымдастырылып отырған зияткерлік күніне орай мақал мәтелдер сайысын бастаймыз. Мақал мәтелдер ауыз әдебиетінің ең байырғы, ең көне түрі. Ол ғасырлар бойы халықтың ұқыпты сақтап келген еңбек тәжірибесінің жиыны, ой пікірінің түйіні, аңсаған асыл арманының арнасы, өмір тіршілігінің айнасы, атадан балаға қалдырып келе жатқан тозбайтын, тот баспайтын өмірлік өшпес мұрасы. Сөздің көркі мақал дейді қазақтар. Олай болса, бүгінгі мақал сөздің мәйекетті мақал мәтел сайысымызды бастаймыз. Мақал мәтел сайысына қатысушыларды ортаға шақырамыз. Балабақшамыздың тәрбиешісі Бекенова Гүлжанқызы, Досжанова Гүлбану, балабақша тәрбиешісі, балабақшамыздың шаруашылық меңгерушісі Аманқұл Рахметоллақызы, тәрбиешісі көмекшісі Меңдібаева Назгүл. Сайыс бөлімі 5 бөлімнен тұрады. Жалғасын тап. Бірінші, жалғасын тап. Кім тапқыр, суреттер сөйлейді, сөзден мақал құра, ойлы болсаң тауып көр деген. Ендеше мақал мәтелімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Бірінші, жалғасын тап. Өз елім. Келесі жалғасын тапсыз мақалы. Сізге балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны көреді. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Сәуір болмай, сәуір болмас. Батыр туса, ел ырысы, сөзің тәтті болсын. Ашуың қатты болсын. Мақал мәтел сайысымыздың бірінші бөлімін аяқтадық, енді екінші бөлімін айтсақ, кім тапқыр дейді. Кәне кім тапқыр екенін білейік. Бұл жерде тірек сөздерге мақал мәтел құрастыру. Яғни мен дос теңге деймін, соған сіздер жауап қандай мақал? Бірінші сіздерге қойылады. Дос теңге. Болғанша оқу ине. Инемен құдыққа саңдайды. Оқу инемен құдыққа саңдайды. Еңбек береке. Көптің түбі береке. Ашу дос. Ашу тұстан ақыл дос. Өте жақсы. Бұл екінші сайыстанда түсірмей өттіңіздер. Енді келесі сайысымыз суреттер сөйлейді деп аталады. Яғни сіздерге көгілдір экраннан біресе суреттер көрсетіледі. Сол суретке байланысты сіздер мақал мәтелдерді құрастырып шығасыздар. Бірінші сіздердің қолыңызға 7 рет өлшеп, 1 рет кес. 7 рет өлшеп, 1 рет кес. Сіздерге оқу инемен құдыққа қандай. Өте жақсы келесіңіз. Семіздікті қой өтеді. Рақсатына семіздікті қой өтеді. Келесі сіздерге ит жоқса ұшқаны келесі ойнаған сіздерге асық доп қойды. Асық ойнаған бала, асық ойнаған доп ойнаған
баққанымыз бар, ас ойнаған алады. Бәрінен де отыр. Мал баққанымыз бар. Қой баққан. Жақсы. Келесі Жүз досың болғанша жүз досың болсын. жақсы. Келесі сіздерге Білім, оқу. Теңіз, білім келеді. Оқу теңіз, теңіз келеді. көз қорқақ болғаны. Келесі сіздерге Ұяда не көрсең, бәйтерек, ата бәйтерек, бала жатақ. өте жақсы. Өте жақсы қатыстыңыздар. Енді алдарыңызда сіздердің конверттер тұр. Сол конверттің ішіне астында бір сөз шығады. Сол сөзге байланысты мақал құрайсыңдар. Достық. Сізде бірінші достық. Алғаш достық туралы мақал. Досы көптің. Досы көпті жауымыз. Дос келесіз. Досы көпті жауымыз. Ақылы көпті дауымыз. Ал келесіде келін дейді. Ал келінге байланысты қандай мақал білесіз? жақсы елге түскен келін, жаман елге түскен келін. Жақсы келін дейді, жаман келін келсақ дейді. Сіздерде қандай? Туған жер туралы мақал айта қойыңыз. Ішіне туған жер деген сөз болса. Туған жерде жер болмас, туған жерде ел болмас. Өте жақсы сізде. Отан отбасынан басталады. Өте жақсы. Бұл сайысымыздың бөлімінде сөйлеп өттіңіздер. Келесі сайысымыз 5-ші ойлы болсаң тауып көр дейді. Мен сіздерге бірінші сұрақ қоямын, сол сұрақтарға жауап бересіздер, иә? Бірінші сіздерге қоямын. Білмеген ушет. Жас келсе іске дейді. Жас келсе неге? Жас келсе іске. Өтірікші кімді алдайды? Өтірікші Өзін алдайды. өзін алдайды. Білгенің қанша, білмегенің қанша? Білгенім тауып, білмегенім ол. Адамда арқал бола ма? Адам арқал екен. Түкірген көл бола ма? көп Көп түкірсе көл болады екен. Көпке не шашқан? Көпке не шашқан? топырақ шашқан. Дос басқа қарайды, ал дұшпан ше? Дос басқа қарайды, дұшпан аяққа қарайды. Тауық түс көре ме? Тауықтың түсіне не келеді? Өте жақсы. Сиырдың бейнет түбі не? Зейнет. Сөз анасы не? Су анасы не? Бұлақ. Жол анасы не? Жол анасы тұяқ дейді. Не қоштан өткір? Сөз. Тіл қоштан өткір. Өте жақсы. Наурыз тілек қай кезде айтылады? Наурыз тілек. Қандай мерекеде наурыз тілек айтылады? Жақсы. Наурыз тілек наурыз мерекесінде адамдар бір-біріне көрісуге барғанда айтылатын тілек екен. Ал наурыз көже қандай тағам? Наурыз көже наурыз айында наурызда пісірілетін ұлттық тағам. Наурыз көжеге 7 түрлі тағам қосылады. Түрленген ет, су, тұз, картоп, тары, мейіз,
айран қосылады, ағарған қосылады. Енді бәрімізге ортақ сұрақ, Наурыз төл деп не айтамыз? Наурыз төл деген. Наурыз төл мерекесі, жыл басы. Наурыз төл. Наурыз айында туылған төрт түліктің төлдері. Наурыз айында туылған төрт түліктің төлдері. Міне бәрімізде бүгінгі Наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылып жатқан мақал мәтелдер сайысында өздеріңіздің жүйріктеріңізді, білімділіктеріңізді көрсеттіңіздер. Сіздерге көп рахмет айтамын. Осындай жақсы қазақтың сөздері мен мақал мәтелдерін ортаға салып өздеріңіздің жақсы нәтижелеріңізді көрсеттіңіздер. Көп рахмет. Қазақ тілім, өз тілім, дана тілім. Абай Мұхтар сөйлеген дана тілім. Қастерлейді ұл қызың мәңгі сені, болашағым бақытым дара тілім. Тіл сарқылмас қазына, ата-бабамыздың көзі мұрасы. Ал мақал сөздің азығы, тәрбие көзі дегендей, бүгінгі Наурыз мерекесіне қарсаңында ұйымдастырылған мақал сөздің мәреге атты сайысымыз өз мәресіне жетті. Баршаңызға көп рахмет.